To'xta, uri! To'xta! Ey, otur. Ey, жігіттер. Ey, не болып қалды? Ата, міне ұрыларды ұстадық. Мына бүкіл ауылды шулаттыңдар ғой. Ұры дейді. Не? Ей, қарасаңшы, не деп тұр саған? Мына ұрыға ұқсамайды ғой. Не ұрладың? Ата, мен ешкімнің ала жібін аттамаған едім. Ниетім түзу еді. Сіздердің ауылдарыңызда бір құпия қолжазба бар дейді. Көне араб тілінде жазылған. Соны адамдардың көзіне көрсетпесін деп, бір құпия сандыққа салып отбасының қорасына жасырып қойыпты. Ал мен оны сатып алмақшы болдым. Иесімен сөйлесіп едім, бір ашкөз адам екен. Сұраған бағасын бермей. Амалсыз осы әрекетке бару керек болды. Ей, тұра тұр, тоқта! Сен ол қолжазбаларды қайтпекші едің? Мен өлеңдер жинағын жинап жүрмін. Ата, не деп оттап кеттің ала? Келер ұрпаққа қалсын деймін, ата. Жарайды. Жібер оны. Ата. Жібер дейін. Той, ата! Алға қойған мақсатыңды аяғына дейін орындап шық. Қандай жағдай болса да, әйтеуір адалдығыңнан тайма. Бар. Рахмет, ата. Абай мұрасы қазақ халқы үшін аса қымбат болғандықтан, еңбек жолымды осыған арнау дұрыс деп ойладым. Абайтану және әуезовтану туралы монографиясын жазып, 1995 жылы Абай энциклопедиясы жарық көрді. Тәуелсіздігіміздің 30 жылында ұрпақтары ұлы ақынымыздың шығармаларымен танысып, түпнұсқа мәтінде оқып меңгеру үшін ұлы ойшылымыздың мұрасын сақтап жеткізу мен үшін үлкен құрмет.